Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сүзбелі бәліш дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен мен Айгерім. Ол үшін бізге ұн, бөлме температурасында тұрған май, сүзбе, қант, 2 жұмыртқа, қопсытқыш, қант және де қаймақ қажет. Қантты 2-ге бөліп аламыз. Толық рецепті видеоның астында описание бөлімінде қалдырып кетемін. Ең алдымен мискаға майымызды, қантымызды қосып, шанышқының көмегімен езіп аламыз. Сосын миксерлейміз. Енді жұмыртқамызды қосып, қайтадан миксерлейміз. Енді ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды азыздан салып, миксерлеп араластырамыз. Енді қолымызбен қолға жабыспайтын өте жұмсақ қамыр илейміз. Міне осындай қамыр иленеді, қолға жабыспайды, өте жұмсақ. Енді формамызға пергамент қағазын төсейміз. Мендегі 26 сантиметрлік форма. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен осылайынан шамалы жаямыз. Осы қамырымызды формамызға салып, жайып шығамыз. Шетін барлығын жұқалап, қалың етпей, осылайынан видеода көрсетіліп тұрғандай жайып шығамыз. Және де шанышқының көмегімен шеттерін осылай жұқартып алуға болады. Осылай мен секілді видеода көрсетіліп тұрғандай жасасаңыздар, барлығы біркелкі болып, әдемі болып шығады. Енді салмасын дайындағанша қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге таза миска қажет. Таза мискамызға сүзбемізді салып, шанышқының көмегімен осылайынан шамалы езіп аламыз. Қантымызды қосамыз. 1 жұмыртқамызды саламыз. Қаймақ қосамыз. Және де барлығын миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз, біркелкі болғанша. Міне салмамыз дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып шығып, салмамызды қосамыз. Осылай лопатканың көмегімен барлығын жайып шығамыз. Және де столға 1-2 рет соғып, біркелкі етеміз. Осылай духовкаға салып пісіруге болады. Бірақ мен әдемілеу үшін және де дәмі кіру үшін алдын ала дайындап қойған қарақаттарымды әсемдеп осылайынан салып шығамын. Бұл өз қалауларыңызға байланысты. Басқа да жеміс-жидектерді қосуға болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз, дайын болғанша. Міне біздің сүзбелі бәлішіміз дайын болды. Барлығы біркелкі болып пісті. Беті сарғайғанша осы пісіріп аламыз. Және де 1 сағатқа суығанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін барып турап ұсынсаңыздар болады. Мінеки ортасының барлығы піскен. Тура сүзбелі чизкейк болып пісті. Сіздерге тегін мастер-класс сатуға, бизнеске өте жақсы пирог. Енді дәмін көреміз. Өте дәмді болып шыққан. Тіл үйреді, сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.